1941 жыл. Адамзат тарихындағы ең ауыр кезеңдердің бірі басталды. Ұлы Отан соғысы мыңдаған тағдырды талқандап, қазақ даласының ұландарына да үлкен сын әкелді. Ел қорғауға аттанған жас жігіттердің арасында қарапайым еңбек адамы, кейіннен Кеңес одағының батыры атанған Төлеген Тоқтаров есімі ерекше орын алады. Төлеген 1921 жылы Шығыс Қазақстан облысының Қатонқарағай ауданында дүниеге келген. Өскен ортасы, таулы өңірдің ауасы оны бала кезінен ақ қайсар, төзімді, еңбекқор етіп тәрбиеледі. Ол жастайынан өндіріс ошағында Риддер, сол кездегі Лениногорск қаласындағы кеніште еңбек етті. Кеншінің қажырлы еңбегі мен темірдей төзімі оның кейінгі Майдан даласындағы қасиеттерінің қалыптасуына негіз болды. Оның арманы елге қызмет ету, халқын қорғау еді. Соғыс басталғанда ол еш ойланбастан, отанды қорғауды өз парыз деп біліп, Майданға аттанды. Майдан даласы тек қана шайқас емес, бұл төзімнің, сабырдың, рухтың сынағы болды. Төлеген Тоқтаров Мәскеу түбіндегі шайқастарда ерліктің асқақ үлгісін көрсетті. Ол 316-шы атқыштар дивизиясының, кейіннен 8-ші гвардиялық Панфилов дивизиясы сапында шайқасты. Суық түндер, үміт пен қорқыныш қатар жүрген сәттерде Төлеген ешқашан мойымады. Оның жүрегіндегі отанға деген сүйіспеншілік оны өлімнен де қорықпауға итермеледі. 1942 жылдың ақпан айында Старая Русса түбіндегі шайқас оның өміріндегі ең шешуші сәт болды. Жаудың қорғанысын бұзып, алға ұмтылған батыр, жеке дара жаудың штабына басып кіреді. Қорқынышқа қарамастан, ол батыл шешім қабылдап, автоматтан оқ жаудырып, бірнеше неміс солдатын жойды. Сол шайқаста ол ауыр жарақат алса да, қаруын тастамады. Төлеген өз өмірін қатерге тігіп, соңғы демі қалғанша отан үшін шайқасты. Оның әрбір әрекеті ерлік, әрбір қадамы ұрпаққа өнеге. Ол өз өмірін құрбан ете отырып, жеңіске деген үмітті жақындата түсті. Төлеген Тоқтаровқа 1942 жылы қаңтардың 30-ында қайтыс болғаннан кейін Кеңес одағының батыры атағы берілді. Бүгінгі бейбіт өмір осындай батырлардың төгілген қаны мен рухының арқасы. Төлеген тек қазақ елінің ғана емес, бүкіл адамзаттың ерлігі мен батырлығының символына айналды. Оның есімі Шығыс Қазақстанның көшелері мен мектептерінде сақталған. Оның өмірі жастарға отансүйгіштік пен намыстың шамшырағы. Естелік, ешкімде, ештеңеде ұмытылмайды.